Hak ettikler. İlk atış. Sen yeminsindir mi? Sen yemetsizdir. Жарайсыңдар балдар. Енді бүгінгі сабақта түгелдесек, сыныпта барлығымыз түгелміз бе? Иә, екі оқушы жоқ сізде. Бүгінгі сабаққа сәттілік. Сабаққа белсенді қатыстың. Рахмет. Мен саған бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін, ашық сабақта алып. Бүгінгі сабақта 5 ал. Сабақта белсенді ol. Саған бүгінгі сабақта сәттілік. Саған бүгінгі сәттілік. Сабақ. Бүгінгі ашық сабақта белсенді. Бүгінгі сабақта белсенді. Жарайсыңдар балдар. Мен де сендерге балдар бүгінгі сөзге. Музыка мен бейнелеу өнеріне ортақ қандай? Контраст. Жарайсың. Келесі сұрақ. Мажор мен минордың тез және жай саты. Музыкадан контраст сен Üstlerдің немесе масштабтарының сәйкестігін білдіреді. Üstlerдің және де масштабтарының сендердің алдыңда сурет тұр. Енді сендерге сұрақ. Суретте не көріп тұрсыңдар? Тұрып айтамын жауапты. Бұл суретте сахна көріп тұрмыз. Және де сахнада кейбір адамдар билеп немесе өнерін көрсетіп жатыр. Кімде тарапында бар? Бұл жерде біз театр көріп тұрмыз. Яғни балалар сенің жолыңыз өте дұрыс. Бұл ежелгі, яғни ең алғашқы құрылған театр. Бұл яғни Греция мемлекетінде құрылған. Мына суретте театрдың түрлері. Мынау қандай театрдың түрі деп ойлайсыздар? Қандай? Драма театры. Енді жаздық па? Енді бүгінгі сабақтың мақсаты жарайды. Енді сендерге мұқтар әуезов театры жайлы қысқаша бейне жазылып көрсеге болады. Енді сендерге сұрақ. Жаңа көрінісі көрдіңдер, мен жазған көрдім.
Бұл жерде неше түрлі қойылымдар болды. Көрдіңдер. Енді сендерге сұрақ. Жалпы театрда не байланысты? Көркемдеуші құралы қандай деп ойлайсыңдар? Яғни сендер мәнерлеп оқуға шығасыңдар. Музыка, өнер. Талпыныс керек. Алынған талпыныс керек, жарайды. Жалпы сендер көркем сөз оқыған кезде, белгілі бір іс-шараларда сендердің образына кіріп, актерлік шеберліктеріңді көрсету үшін сендерді сүйемелдейтін не болу керек? Талпыныс, Музыка болу керек болады. Енді сендер тақырыптың жалпы мән мағынасын ашып келе жатырсыңдар. Музыка және театр дегеннің. Яғни театр дегеніміз не деп ойлайсыңдар? Театр деген әр бала, әр мұғалім немесе актрисалар өздерінің өнерлерін көрсететін жер. Бұл жақта бар өнерлерді көрсетіп, және де ол музыканың бейнесімен бірге, музыканың ырғағымен бірге қимыл көрсететін жер деп ойлаймын. Жарайсың. Домбыра суретін таңдағанда домбыра тобына барамыз. Қобыз суретін таңдағанда қобыз тобына, сасқырнай суретін таңдағанда сасқырнай тобына барамыз. Кән тоқта, тезірек. Енді сендерге тапсырма, бірінші тапсырма, яғни топтық жұмыс. Театр сөзіне сипаттама бере отырып, анықтамасын жаз. Бұл жерде сендер өздерінің ойларынша театр деген қандай, өнер, музыка деген қандай, және де өнер деген қандай өздерінің ойларымен анықтамасын бересіңдер, және де соны сипаттап бересіңдер. Яғни домбыра тобы бірінші, театр дегеніміз не? Анықтамасын айтасыңдар. Домбыра тобы, театр. Екінші топ, қобыз тобы. Сендер музыка дегеніміз не? Өздерінің ойларынша анықтамасын. Үшінші топ сасқырнай тобы. Сендердің алдарына постер беремін. Сол постерге Театр біз өнерді көрсете алады. Өнерге музыка арқылы шеберлікті және Muzыканы, яғни аспаптармен әзірлеуге шығарады. Және дыбыс музыканы адам ән арқылы шығарады. Және күй. Ол күйді шығаруға болады. Сасқырнай тобы. Hadi olmaz.
Өнер маңызды және керек. Әр адамның қасынан келетін өнері, қолынан келетін өнері бар. Анықтама. Өнер әр адамда болады. Өнер әр адамда болады. Содан соң ол әртүрлі болады. Жарайсың бала. Енді балалар бағалауға қараса ескерткендерде бізде сипаттама беретін болсаңдар 1 балл, анықтамасына қарасаңдар 1 балл. Бұл және де домбыра әдісімен бағаланады балалар. Аулаларында тұрған домбыра әдістері бар. Домбыра. Соны қазір топ бойынша есептейміз. Қобыз және сасырнай тобы. Домбыра тобы қалай қорғап шықты деп ойлайсыңдар? Оны домбыра арқылы бағалаймыз. Яғни домбыраны көтереміз. Қолдарында тұрған домбыра бар ма? Көтеріп, есеп бағалаймыз. 1 балға дейін көтереміз. Көтердік па? Енді қобыз тобы. Қобыз тобын бағалайық. Және домбыра сасырнай 2 топ. Біз қобыз тобын жақсы бағалаймыз. Жақсы. Неше балл қойдың? Мен қобыз тобына 2 балл қостым. Сасырнай тобы сендер 1 балл жауап. 1 балл қостыңдар. 2 балл. Бала сендерге рахмет бұл тапсырманы орындағандарға. Сендерді бұл тапсырманы орындағандар үшін мен сендерге музыкалық қолғап берем балалар. Яғни бізде қазір қыс айы. Сондықтан қолдарың жаурап қалмасындар деген ниетпен, жылулық ниетімен сендерге осыны беремін. Оның ішінде тәтті шоколадтар бар. Сасырнай тобы. Ал балалар енді 3 топта жақсы қорғап шықты деп ойлаймын. Енді қараңыз балалар. Домбыра тобы. Сендер театрдан анықтаған өздері. Енді негізінде театрдың өзінің заңда анықтамасы бар. Ол арқылы білеміз, нақты ережесі бар. Сол ережемен қазір сендердің шығарған анықтамаларына екеуі бір-біріне сәйкес көрінеді. Қаншалықты сәйкес, қаншалықты сәйкес. Театр сахналық өнердің бүгінгі көріністері, драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлік күшімен бейнеленетін бір түрі. Сәйкес келе ме? Сендер музыка жайлы анықтама берген көрдіңіз. Енді музыканың нағыз анықтамасын қарайық. Музыка тура мағынасында музыка өнері белгілі бір тектегі дыбыстардан тұратын, адамға сазды әуенімен әсер ететін дыбыстық көркем бейнеге негізделген өнер түрі. Сәйкес келе ме? Сәйкес келеді деп бағалайды. Өнер көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүниетанымының ішкі сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам танымының формасы. Сәйкес келе ме? Енді балалар, 3 топқа да жалпы сұрақ. Сендерге жалпы сұрақ. Музыка мен театрдың не байланысы? Музыка мен театрды өнер байланыстырып. Жарайсың балалар, шапалақ ұрамыз. Ал енді балалар, жалпы театр деген ол қазақ халқына негізінде жат ұғымдардың бірі. Ол шетелден келген ұғым. Бірақ та біз театр өнерін қазақ халқында мүлдем жоқ, қазақтың болмысында жоқ деп айтуға құқығымыз жоқ. Себебі театр өнері біздің сол ата-бабаларымыздың салт дәстүрлерінен бері қарай келе жатқан өнердің бір түрі. Осыны есте сақтап алыңдар. Енді балалар, мына жақта қазақ театрының қайдан көзі қазақ халқының ежелгі актерлік салт дәстүрінде жатыр деген сөздерді дәптерге түртіп алайық. Дәптеріңізді ашыңыздар, дәптеріңізге жазыңдар. Жатқан театр, ол келеді. Бұрында қуыршақтың түрін салмаған
екен. Себебі оны әйелдер әдемілеп өзінің әйелдің талғамына және сол әйелдің талғамына байланысты қылып оның түрін салған екен. Жарайсың. Шапалақ. Енді балалар қарап тұрғандарындай, көріп тұрғандарындай, бұл жерде қазақ халқының 4 түрлі салт дәстүр түрі, яғни тұсаукесер, есік той, ұзату, бесашар. енді балалар қараңдаршы, тұсаукесерді алайық мысалы. Иә. Жалпы тұсаукесер салт дәстүрін театрға жатқыза аламыз ба? Тоқтаймыз. Жоқ деп айтты, иә? Енді неліктен жоқ деп айтты, себебін түсіндіріп берсең? Қазақ халқының салты. Тұсаукесерді біз сахнада көрініс қылып көрсетуге болады театр. Мен айтсам бола ма? Тұсаукесерді біз театрда көрсетіп, оны басқа адамдар да біздің салт дәстүрімізді біле алады. Тағы да? Тұсаукесер біздің бұрыннан келеатқан салт дәстүріміз. Баланың жүруге байланысты ол тұсаукесерді ол аяғынан кеседі, бірақ оны біз театрда көрсетсек болады. Және де ол тұсаукесерді біз театрға көрсететін болса, өзіміздің салт дәстүрімізді дамытамыз. Шапалақ. Енді балалар сендерге тереңнен түсіндіре кетейін. Тұсаукесерді жалпы бір салт дәстүрді, қай салт дәстүрді алсақ та мына жерде оның барлығын біз театр деп алуға болады. Себебі көрініс не бізде? Баланың тұсауын кеседі, иә? Баланың тұсауын кеседі. Бұл бізде көрініс болып тұр. Енді тұсаукесер жайлы әндер бар ма бізде? Тұсаукесер жайлы әндер бар ма? Бар. Яғни театрда, музыкада, көріністе барлығы бірдей деңгейде болады. Барлығы бірдей, сонда театр деген ұғымды көрсетсек болады, иә? Түсінікті ғой? Енді сендерге қазақ халқының жалпы құндылығы, қазақ халқының ежелден келе жатқан құндылығы ортеке күйін тыңдатсақ. Ол жақта бір үлкен кісі өзі ортеке күйін тарта отырып, ортеке жануардың өзі қимылын көрсетіп, бізге және де өзінің көрінісі қойып театрын көрсетіп жүр. Ортекені күй арқылы оның қолына жіп байлап, сол ортекені байлап, сөйтіп ортеке күйін тартып, сол Күймен бірге бейнелес. Менің жазбада қандай жануар екен білдік, енді күйдің көңіл күйі қандай болады? Күйдің көңіл күйі керемет. Себебі күйдің өзі де көңілмен шертіліп тұр. Отырады. Жалпы күйдің көңіл күйі бізде және де музыканың көңіл күйі көңілді және мұңды деп бөлінеді. Соны қайтып не жатады? Яғни көңілді күй. Ортеке күйі арқылы театрдың қай түрі пайда болды деп ойлайсыңдар? Мен ортеке арқылы театрдың өзі жануар болса да өзін ондай бүйтіп жасайды ғой соның кейпін, сол заттарды андай қимылдатып, қуыршақтарды қимылдатып, сондай күй пайда болды деп ойлаймын театрдан сондай. Тамаша. Тағы да қандай ойлар? бұл жерде қуыршақ театры болып жатыр деп ойлаймын. Себебі ол текені ағаштан жасалған. Және ағай, қуыршақтарды да біз, қуыршақ театры бар ғой, біз оны қолмен басқарамыз, аға. Сол жерде де бірақ оны күймен басқарып жатыр. Қолға шықпайлап, күймен шерткен сияқты, сол күй арқылы бізге туындайды. Дәресінде болады. Енді, яғни үшінші сұрақтың жауабы бізде
Uşak teatr ekan ya bu. Barbuni deymiz. Teatrning өнері бұрыннан дамыған, яғни бізде дәстүрлі әндер бар. Дәстүрлі әндердің орындаушылары бар. Дәстүрлі әндер халық жыраулары, халық әншілерінің шығарған өлеңдерін біз дәстүрлі әншілер, дәстүрлі әндер деп айтамыз. Түсінікті ғой? Иә. Оған біз тіл жаттысақ болады, мысалға ақан серіні, бір жатсал, мұхит, арқай, естай, абай. Дәптерге түріп қалаймыз бұл. Дәптерге жүріп алайық. Әнін сендерге орындап берсем, яғни әннің аты ата-анаға көз қуаныш деп аталады. Келесі тапсырма бізде жұптық жұмыс алады. Яғни, әр топтан өздерінің жұмыс сайлап аласыңдар, бір жұптан екі адам яғни. Солар белгілі бір әнді өз тапсырмасында орындайды. Түсінікті ғой, біз яғни бірінші топ бізде домбыра тобы. Домбыра тобы мен жаңағы Абайдың әнін айттым ғой. Сол әнді бірмен бірге қосылып орындаймыз. Түсінікті ғой? Яғни мен сүйемелдеп тұрам, сендер болсаңдар орындайсыңдар. Қазір жұп сайлап алып өздеріңмен. Кім айтады? Сөзін қараймыз. Сөзін қарап жарайсыздар балалар, бағалайшы біздің жұптар, баспарма әнсімен. Барлығымыз жақсы бағалаппыз, енді балалар, екінші топқа тапсырма, яғни қобыз тобына. Сендер Ақан серінің Балқадиша әнін сендер болсаңдар. Акапелла жүзінде орындап бересіңдер. Акапелла деген, яғни музыкасыз айту, Кәні ұшақ келіңдер. Ыбырайдың Балқадиша, бұралған белді нәзік, ой шіркін Талқадиша. Сескен қыз серуенге шықсаң дағы-ау, ішінде шолпан жұлдыз жарығыз, сен Қадиша. Тағы бір қайталай берейік. Бір, екі, үш. Қыз едің, ыбырайдың Балқадиша, бұралған белің нәзік, о шіркін Талқадиша.
Üçüncü top, yani Sastırmay top. Sender қазір Алтынбек Қоразбаев менен Сағындым Алматының деген әнді оқимыз. Караоке жүргіземіз. Yani üçüncü tapsırma bizde jeke жұмыс, yani komik serisinden bağlı. Қазір сендерге сұрақ қойылады, сол сұрақтарға жауап береміз. Бірінші тапсырма өткен тақырыптардан келеді. Топ музыка қазақша қандай мағынаны білдіреді екен? Кел уақыт өтіп барады. Дұрыс жауап. Екінші сұрақ. Дайын боламыз. Қазақ эстрадасында еңбек сіңірген Әлия Cevap verdik babalar. Böyle top stola. Sastırmaya kalalım. Енді балалар, сендерге шығармашылық тапсырма, яғни мына суреттер арқылы, мына сурет, 3 суретті сендерге беремін қазір. 3 суретті бояйсыңдар, әр топ. Сол 3 суретті бояу арқылы сендерге қазір Увенер бағдарламасымен осы суретке жан бітіретін боламыз балалар. Уақыт кетіп жатыр. Әзір сендерге түсті қаландар беремін.
Qani bolalar, vaqt to'xtatamiz. Kim qanchalik bo'yab ko'ramiz. Qani, bu joy g'ana bo'yab bo'ladi. Vaqt to'xtatamiz. Qani to'xtaymiz. Qani, sastirmay to'xtatamiz uchinchida. Dombira to'xtatamiz. Qani dombira to'xtatamiz. Ikki to'p bo'ldi. Mine bolalar, sendan suratdan chiqdi. Qani qaraymiz. Canlandırma. Gördük mü? Bakalım. Sen senin de tunmayı. Ne baba? Senden sürekli çıktı. Kendi kuramız. Tezerek. Ne baba? Orta. Koltuğumuz rafta. Hanımefendi yönde. Musika'nın çatının bayrağı kanday? Ödevden tamam. Жарайсыңдар. Endi bolalar, bugungi saboqning keyingi baylanisi, ya'ni refleksiyani o'tkazdik. Kan bolalar bir kunda tez. Bakat çıkıyor boyunca bağlı. Yani birincisi casıl, ikincisi sarı, üçüncüsü kızıl. Kaysın? Kesip. Asın basasın. Bakalım, kol. Yani bizde bugün benim şu kızıkta oldu degen көрсөткүч боюнча көп адам жасап таңдапты. Yani сендерге сабак 16 деген ойнап. Endi балалар сендерге үй тапсырма алып десек, үй тапсырмасына абайдын ата-анаға көп кылышын жасайбыз. Және де мюзикл, жалпы театрда мюзикл жанры бар. Мюзикл жанрын үйден актерлер түсініп Енді сендерге отырамыз. Сендерге сабақтар берсеңер алсаңыздар үшін сабаққа жақсы жауап бергендер үшін мен сендерге сыйлағым келеді. Қазақтың асыл домбырасы осының мүсінін яғни статуэткасын сендерге әр топқа сыйлағым келеді болады. Сыйлау беремін. Және де мынау жаңағы сиқырлы музыкалық қолғаптар. Яғни ішінде тәртіптері бар. Ал балалар, сабақта қатысқандарыңа, атсалысқандарыңа көптен көп рахмет. Сабақ